Саламатсыздар ма, Серке сайтының көрермендері. Бүгін біздің студиямызға жазушы Құрал Тоғмұрзин аға келіп отыр. Ол кісімен біз осы әдебиет жөнінде жазушылар одағының төңірегінде болып жатқан жағдайлар туралы әңгімелесеміз. Армысыздар ағайындар. Құреке, осы жалпы жазушылар одағы біздің жаңағы әдебиеттің дамуына, әйтпесе қандай да бір жазушылардың шығармашылығына көмектесіп жатыр ма жалпы? Осы мәселе жөнінде көптеген жазушылар біраз уақыттан бері сөз етіп келе жатыр. Біздің енді қазіргі кездегі атақты жазушымыз Қабдеш Жұмаділов осыдан аз уақыт бұрын ғана бірнеше рет Жас алаш газетінде интервью берді. Ол басқа да нелерді сөйлеп жүр. Сосын кешегі өткен пленумда да ол сөз алып біраз мәселелерді қозғаған екен. Бірақ соңғы кездегі Қабдештің қойған мәселесі сол өзінің сөзінің соңында айтқан. Осы қазіргі кездегі жазып жүрген, негізінен шығарма беріп жүрген жазушылардың талабы Нұрлан Оразалинге: шырағым, сен енді 16 жылдан 17 жылға кеттің. Сен енді осыны қанағат тұт та өзің творчестволық жұмысыңа бара ғой. Сосын мынау жазушылар одағына алғыс айт. Бәленбай уақыт бойы сен жасадың, жасаған мен келтірген жаңалығың жоқ. Ешқандай елге пайдалы ешбір ондай қызмет жасай алмадың, қызметің өте төмен деген сөзді айтқан. Айтқанменен оның орындаған ешкім жоқ. Біріншіден, екіншіден, қазақ әдебиетіне Қабдеш Жұмаділовтың сөзін берген екен, сол сөздің аяғында қысқартып тастады. Маған бірнеше жазушы телефон шалып айтты: Құреке, мына Қабдеш енді араларың бір жас қой, екеуің құрдассыңдар, ол 36, мен 37-мін. Ал енді екеуің осы қазіргі ақсақалдарымысыңдар. Мынау мәселеде енді Қабдеш сөйлеген екен: сізді бармай қалды деп естідік. Неге бармай қалдыңыз пленумға деді. Мен айттым, пленумға бармаған себебім, анада өткенде де бір үлкен жиналыс ашып, осы сөз сұраған мен бірнеше рет, одан да бұрын талай рет сөз сұрап жүрмін. Сөз сұрасам да маған сөз бермей жүр. Бұның сөз бермейтін себебі, мен осы соңғы 6-7 жылдан бері осы одақтың жұмысына өте қанағаттанғысыз. Біріншіден, қазақтың ар намысын аяққа таптаған сондай ұйым деп есептеймін. Себебі, қазақтың ар намысына жұмыс жасамайтын болса, ол қандай жазушылар одағы болады, оның қажеті қанша бізге деген сияқты мәселені мен талай рет көтеріп, талай рет жаздым газетте. Ал енді бұның әуелде мен Нұрланның, қазір Нұрланның газеті деп есептеймін, өйткені қазақ әдебиетінде ол бізде шығартпайтын болды. Мынау дулаттарды, мынау енді кім, жаңа Қабдеш сияқты, одан кейінгі мынау Доспанбетов сыншы, сосын Жұманазар кім деген досымыз бар мынау енді. Сол да бірнеше рет жаңағы осы ұйымға байланысты, ұйымның жұмысын жақсартайық, жазушылар одағына көмек болсын деп бірнеше рет сондай материалдар жіберген екен. Соны баспайтын дәрежеге шығарыпты. Ендігі жерде бұндай адамдарды баспаймыз деп бірнеше адамдардың тізімін берген дейді, менің естуім. Барып қарағаным жоқ десем, өйткені бізге оны көрсетпейді. Бірақ мен бір адамнан естідім. Кімдердің материалын, әңгімесі болсын, басқасы болсын, баспайтын болды. Ал енді мен мына Кер заман деген роман жаздым. Ол отаршылдыққа қарсы батыстағы батырлардың сол көтеріліс жасап, бірнеше рет соның көтерілістерін сол жаздым мен, өзім әлім келгенше. Енді мен оның жаңағы неде қалған, тарихта қалған мәліметтерді соны теруші емеспін. Мен өзім әдеби жағынан сол келтіріп, өзімше соны жазған едім. Ал енді соны бергенімде, осының бірінші кітабының алғы жағы ғана ол Мағауиннің тұсында шықты басылып. Екінші бөлімін бермей тастады. Өйткені қызғаныш жасады. Анау роман жақсы жазылған екен дегенде айтты, жігіттер оқыды, оқытылған адамдар. Енді екінші
кітапқа келген уақытта мен бұны Қалихан Ысқақов оқып шыққан. Оқып шығып айтты, Құрал, мына кітабың өте жақсы болды. Мен оқып шықтым. Есет Батырды өте тамаша жазған екенсің. Есет Батырды енді білесің ғой, патша үкіметі сол уақытта Есет деген атқа қазақтың атын Есет деп қоймаңдар деген не шығарған деп Қалихан Ысқақов енді белгілі жазушы, енді мемлекеттік сыйлық алған адам. Енді сол кісі маған өте ұнады деп маған телефон шалып сол айтқан. Сосын келіп мен бастыратын шығар деп солай көттім. Бірақ ол сонда жатты да қойды. Менің жаңағы неге тергізгенім, компьютерге тергізіп, ақша төлегенім барлығы босқа кетті. Сол екінші, үшінші жатты, роман шығып кетті. Енді үшінші кітапты мен тағы да соны бердім. Енді анау шықпай қалды, анау мынау енді шығарайын деп жүрдік, жақында шығарамыз деді, өтірік айтып кетті. Сол өтірік айтуменен мен үшінші кітапқа жеткізді. Үшінші кітапты мен тағы бердім. Берсем ол компьютеріне салдырттым, апарып, жаңағыдай тергізіп, ақша төлеп бір адамдарға. Соны сөйтсем, ол да қалды. Үшінші кітапта шығып кетті. Сонда Нұрлан Оразалин қазір жазушылар одағына қарасты Қазақ әдебиеті сияқты Жұлдыз деген журналдар сияқтыларды өзі жеке меншіктеп алған, қалай сіздерді жолатпайды онда? Иә, тас жеке меншікке айналдырған ғой енді. Сол Нұрланға мен 2 кітабын сыйладым. Кер заман романның 2 кітабын сыйладым. Өзіне жазып тұрып. Сыйлап, сосын Нұрлан, мынаны оқисың ғой. Али жұрт оқып жатыр дедім. Жақсы, рахмет деп алған. Өзінің кәдімгісінде. Мен үйде қай күніме дейін бергеніме дейін жазып қойғанмын мен. Бірақ енді қазір айтылмай отырмын, ұмытып отырмын қай күні бергенімді. Оны маған ұнаған адамдар қоймаған. Біріншіден Адам Икебаев, екіншіден Өтежан марқұм Нұрғалиев, үшіншіден тағы да басқа бір адамдар қайта азмай деді маған, сен ұсынсайшы осы мемлекеттік сыйлыққа деді. Мен айттым, маған біріншіден бермейтін мемлекеттік сыйлықты, екіншіден мені мазақ қылады бұлар. Мен сондықтан оны бермеймін. Бірақ дегенмен Нұрланға барып көрейін, сөйлесіп көрейін, сенде қоймадыңдар ғой дедім. Содан мен келсем, 2 кітап неге шығып кеткеннен кейін жария болды. 2 кітабымды көзіне сыйладым да Нұрланға айттым, мына жұрттар қоймай жатыр, жаяу жарысқа қатысып айтады деді. Сосын Нұрлан күлді, бұған Сайын Мұратбеков қатысайын деп отыр. Өзі ауру, өзі қазір өлудің алдында тұр деді. Шошып кеттім. Ойбай, Алла сақтасын, онда кім? Сайын ала берсін дедім. Сайынға мен өзім звонить едім, Сайын алсын. Бірақ мен өлсін демеймін оны. Оған денсаулық тілеймін дедім. Нұрлан мені тірі ғой. Ал Сайын қайтыс болып кетті. Мен сол Сайынның жаңағы қатты ауырып жатыр дегеннен кейін оның ағайындарына бір адамдарға звонить еттім. Осында тұратын, олар да жазушы жігіттер, айтпай-ақ қояйын аттарын. Сосын айттым, сендер барып барасыңдар ма? Сайынның жағдайы жаман деп Нұрлан айтты. Бірақ бір кіріп шығайын деп едім, сосын ол айтты, төмендеп қалды деді, бармай-ақ қой деді маған. Міне көрдіңіз бе? Ал бірақ Сайын өлудің алдында алды. Қатты қысылып жатқанда. Мемлекеттік сыйлықты алды ма? Мемлекеттік сыйлықты алды. Қысылып жатқанда алды. Сосын Сайын қайтыс болды. Сайынды анау неге апарып жайғастырдық. Жалпы мемлекеттік сыйлықты алу, мемлекеттік сыйлыққа жаңағы шығармаларын, кітаптарын ұсыну қалай жүреді өзі? Мен өмірде бұны алам деп те ойлағаным жоқ, жаңағы қосылам деп ойлағам. Өте бір жарытпайтын затым еді. Мынау менің досым Өтежан Нұрғалиев дейтін ақын болды. Өзі бірінші өлеңінен бастап, бұл өзі классик етілген адам. Өтежанды білесіздер ғой, Нұрғалиев. Ал енді ол осы басшыны мақтап, өзінен жоғары тұрғандарды мақтап, ешқандай өлең жазбайтын еді. Бір күн айтты, мен Нұрланды мақтап өлең жаздым деді, Қореке деді. Сосын мен оқы деп едім, сен мені боқтайсың ғой деді. Сосын мен енді көрірсің ғой, газетте жазып жүргенімді айтамды қоям дедім. Сосын қойғанда оқымай қояйын деді маған. Иә. Сосын сол менен сол пәтер алды. Мына не жағынан. Ұмытып отырмын қазір, мына боқсықтарды төгетін бір жер бар ғой. Сол жағына бір пәтер берді деп маған сөйледі. Боқтың ненің ортасында бір жерден берді деп күлді марқұм. Не болса да алды менде деп. Соныменен
Енді Өтежан, есіңізге алыңыз, 80-ші жылдан бастап ол еш жерде бір өлеңін бастырылған жоқ. Осы мынау Азат дейтін газет болды. Марқұм Батырхан Дәрімбет дейтін редактор болды. Соған айттым мен, мынау Өтежан бір жақсы өлең жазған екен, Бауыржан ағамыз жөнінде дедім. Бауыржан Момышұлыны білесіздер ғой, бәрімізге белгілі адам ғой. Соны Баукеңді мен көрген адаммын, қолына алған адаммын, сөйлескенмін бір-екі ауыз. Көп сөйлескенім жоқ, бірақ өтірік айтпайын. Бірақ мені жек көрген жоқ ол. Пікір алысты, сөйлесті. Ал енді сол жөнінде жазған өлеңді мен оқыдым да, ай мынау қазақ әдебиетіне берішті едім, ойы апарып едім, баспай қойды ғой деді. Енді қайда бастыру керек деп ойладым да айттым мен бастырайын әкем маған бер дедім. Сосын жаңағы Батырханға апарып бердім. Батырхан бастырды оны. Ол шықты. Бауыржан жөніндегі. Бауыржанның ескерткішін ашылу жөнінде соны оқыды Өтежан. Білесіздер ме? Ал енді сол сияқты адамдарды бірінші өлеңінен бастап классикалық жасаған адамды мағына жолықта жүрген адам Нұрлан Оразалин. Сонда сіз Нұрлан Оразалинді әдебиеттің адамы деп есептейсіз бе? Ал өзі мемлекеттік сыйлық алды. Мемлекеттік сыйлық алуы оның бүкіл ағайынын, тума-туысын, қай жерде кім бар соны қолдайтындай соған солардың бәрін жауып, құйрығын жалады ма, бетін жалады ма, қай жерін жалағанын білмеймін. Әйтеуір бір жерін жалап ойнан сонымен алды ол. Алғанменен 3 кітабы шықты оның, 3 кітабын сұраған адамдар Доспанбетов. Вот. Сосын Мырзан Кенжебай, Жұманазар Сомжөков, тағы да басқа атақты сыншылар сынады. Ал енді солардың дәрежесіндей болмаған мен де шамалап кірісіп, оны мен де сынадым бір-екі рет. Менікі әрине, мен ондай сыншы емеспін. 3 кітаптың ішінде желігі татитын бір өлең жоқ деді ғой. Сол адамдарға мен сөйлесіп жүрмін ғой. Солар айтты ғой. Осы 3 кітаптың ішінде желігі татитын бір өлең жоқ деді ғой. Сонда енді сол адам мемлекеттік сыйлықты алып қазір ан жерде мін жерде жазады, құйттай заметке жазса астына қояды. Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Нұрлан Оразалин деп. Ұялмай ма енді? Ұят емес пе? Үлкен нәрселерге жазсын, өлеңінің астына жазсын, мейлі түкке тұрмайтын болса да. Бірақ анау немене сонда? Құйттай жаңағы кейде бірдеңе жазады, ол 60 жол, 70 жолдық бір нәрсені. Жақында тағы да бірдеңе жазыпты кішкентай, оның астында да тұр. Ұят емес пе енді? Мемлекеттік сыйлық не ол? Соны тек жаңа ала жүгіріп, соны бедел қылып. Ол сыйлықты енді жалпы кім анықтайды? Мынау шығарма осы мемлекеттік сыйлыққа дәрежеге осындай лайық екен дегенді кім анықтайды? Мен айтайын сізге, бұл өзі берген, осыны тағайындаған адам, Сталин тұсында тағайындалған зат қой, мемлекеттік сыйлық дейтіннің өзі. Лениндік сыйлық мына Хрущевтың заманында болды. Сталинді жамандады. Сталиндік сыйлық дейтін еді ғой бұрын мемлекеттік сыйлықтың орнына. Сол Сталиндік сыйлықты мемлекеттік сыйлық деп атайық деп, оны Хрущев жасады. Содан кейін айтты, бұл енді мемлекеттік сыйлықтан біз артықтау бір сыйлық жасауымыз керек. Ана жақта Нобель сыйлығы дейтін бар, керемет ақшасы көп. Біз Лениндік сыйлық жасайық. Кәнекей жазушылар қолдарыңды көтерді, жазушылар қолдарын көтерді, Лениндік сыйлықты жасады. Лениндік сыйлықты алушылар болды. Ал енді Шолохов алды, адам тағдыр дейтін бір әңгімесі үшін Лениндік сыйлық алды. Біздер енді егемендік алдық дейміз ғой, тәуелсіздік алдық дейміз. Ал біздер тәуелсіздікке жетпеген адам сияқтымыз. Баяғы сол партияның кірпішсен уақытыменен, сол Совет одағының заңдарыменен сонымен келе жатқан сияқтымыз. Ал мына біздің Нұрланның жасап отырған жаңа пленум дейді бұл. Жоқ, енді жаңағы сыйлықты кім анықтайды? Мысалға сол кітап, осы пәленшенің кітабы сыйлыққа лайық екен, мына шығарма лайық екен. Адамдарды бұл әуелде өзінің тілді алатын адамдардан қойған ғой. Сосын олар парақорлықпен айналысқан. Білдіңіз бе? Енді қазір марқұм болып кетті, екі ақынымыз бар еді. Біреу Қадыр Мырзалиев, біреу Тұманбай. Осылардың көзі де шамалы неге бұрылған ғой ақшаға.
енді оны мен қанша алғанын мен білмеймін, оны санаған ештеңем жоқ, бірақ жұрт айтып жүр ғой әңгіме қылып. Осы сонда сыйлықтар жаңа тамыр таныстық жаңағыдай бір сый сияпат арқылы беріле ма? Соған жоғарыдан адам айтады. Біреу келеді де темекіңе сыбырлап кетеді, бершіш мынаған қорқырға, мынау жылап жүр ғой. Нұрлан солай алды мысалы. Нұрлан ол жазушылығыменен, ол шеберлігіменен, оның ішінде бір керемет ештеңесі де жоқ. 42 адамға жақында Алаш сыйлығын берді. Алаш деген не деген сөз? Алаш тек қана қазақтың аты емес қой. Алты Алаш дейміз. Оған өзбек қосылады, өзбек өзағаң дейді. Оған қосылады, қырғыз қосылады. Оған қосылады, қарақалпақ қосылады. Тағы мына батыстағы екі неміс тағы қосылады. Ағайындарымыз. Бұлардың бәрі біздің алты Алашқа қосылады. Ал енді алты Алаш дегеніміз көп кәдімгі түркілердің ұрпағы ғой. Ал Нұрлан соны қорлап отыр. Ол қазақтың тарихын қорлап отыр біріншіден. Екіншіден қазақтың ар-намысына тиіп қорлап отыр. Соны 42 адамға берген. Ішінде жілігі татитын бір нәрсе жоқ. Міне осыны бірнеше адам айтты. Жақында оны Қабдеш Жұмаділов және айтты. Ал басқалар да айтып жатыр. Оны айтқан адам Белгір дейтін ағамыз бар. Ерол Белгір дейтін неміс ұлты. Бірақ ол қазақтан өткен, қазақтың ақсақалдарынан өткен данышпан адам. Осы адам ода айтты. Бұл жақында міне кешегі күнгі газетте, кешегі дат газетіне шығарыпты. Мұна адамдар тағы түсіп жатыр. Айтайын, соны жазыпты. Сәбит Досанов, Рафаэль Ниязбеков, Айтып дейді, Нелебаев дейді. Тағы сол сияқты бірнеше адам мемлекеттік сыйлық аламыз деп тағы да жарысқа түсіп жатыр. Бұл не бұл? Олардың шығармалары лайық емес. Шығармалары ешқандай лайық емес. Мынау әлгі кім Рафаэльдің мен айтайын. Рафаэль әлгі шешендерді мақтап бір папақы киіп келіпті барып. Неге? Сосын әлгі марасына бірдеңе тағып келіпті. Ал енді онысы да тек әшейін нәрсе ғой. Ол әдебиетке бір қосылып жатқан бір үлес емес қой. Әдебиетке қосылған зат сондай болады. Қасым Аманжоловтың несі бар. Бұна Абдулла туралы. Құйттай ғана поэмасы. Соны оқыңызшы бастан аяқ. Тағы бір рет қайтарып шықсаңыз, соның ішінде сіз қаншама тебіреніс бар. Болмаса советтік менің өз елім. Өмірге ендім, еңбектеп, шалқалап әкем шықты үйден, жетімдік тағдыр жеттеп деп, қабағы қату түксіген деп басалады ғой. Ал енді осындай өлең жазған адамдар бар ма бізде қазір? Жоқ қой. Жоқ болса несіне жүгіреміз? Ананы алам, мынаны алам деп тыртаңдап босамызға. Және өлеңдері түкке тұрмайды, ешкім жаттай алмайды. Қасымның сол өлеңін мен бір оқып шыққанда мен жаттап алдым аяғына дейін. Құрығы енді мынау өткен бұл өмірден өткен жазушылар бар, әлі көз тірілері бар. Сол жазушылардың енді сіз шығармаларымен таныссыз ғой. Көбіне жаңа баспаларда редактор болдыңыз. Енді солардың ішінен осы мемлекеттік сыйлыққа лайық еді, осы аламай қалды деген бір өкінішті бір жағдайлар бар ма? Қазір айтайын, ол көп өзім. Мынау мен өзім көптеген шығармаларын оқыған марқұм Тәкен Әлімқұлов. Тәкен Әлімқұлов бар. Сосын Бердібек Соқпаев ағамыздың қаншама романдары болды. Оны өзіңізде оқыған боларсыз. Сосын ақындардан Өтежан Нұрғалиев, күні кеше қайтыс болған Дүйсенбек Қанатбаев. Содан кейін енді мынау Оспанхан Әбуәкіров дейтін осы сатирик жазушы болып еді. Біздерден көп үлкен емес, бір 2 жас үлкендігі бар. Ал марқұм енді оның жазуы деген керемет еді ғой. Енді әлі күнге дейін соның кітаптар Оспанханы қолға алып оқысаңыз, өзіңіз күлесіз. Көзіңізден жас аққанша күлуіңіз мүмкін. Кереметтігі. Енді шынымен өзінің шеберлігімен алған жазушылар болды. Ал мынау қазір көзі тірі жаңа жазушылардан кімдерге беруге болады деп ойлаймын. Көзі тірі мен енді өтірік айтпайын. Бірде-біреуіне беруге болады деп мен айта алмай тұрмын.
Ондай шығарма жоқ па сонда? Ондай шығарма болмайды. Ондай шығарма жоқ. Иә. Ал Сіздің ойыңызша онда қазіргі биылғы мемлекеттік сыйлықты жаңағы осы өмірден өткен біздің жаңағы осыны адамдарға беру. осы мемлекеттік сыйлықты бұрын қайтыс болған адамдардың ең лайықтыларына берсе, содан кейін осыны тоқтатса деймін. Советтік партиялық кірпістің жасағаны ғой, Сталиннің жасағаны. Тіпті өтірік айтатын іс жоқ қой енді. Неге өтірік айтамыз біз? Сталиннің жасаған заттарының бәрі сол күйінде тұр. Пленум дейді, ода тұр. Жаңағы мемлекеттік сыйлығы ода тұр. Оны осы ең соңғы рет биыл бергізейік. Бірақ қайтыс болған адамдарға. Олар алынбай кетті ғой. Алуға мүмкіндігі бар еді, тиіседі. Мен қадағалап оққан адамды айтып отырмын. Иә, өтірік айтып отырғаным жоқ. Мынау адам мысалы өте қадағалап оққан адам Бердібек, Тәкен Әлімқұлов, Өтежан Нұрғалиев, Дүйсенбек, сосын мына Османхан, осы енді осыларды мен өте қадағалап оқыдым. Құреке, онда біздің студиямызға келіп ойыңызбен бөліскеніңізге рахмет. Сау болыңыз. Рахмет.